Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің дисциплинамыз бухгалтерлік есеп және кассалық операциялардың негіздері. Тақырыбымыз салық салу. Мен есімім Дәулетханқызы Жәния. Мен авиация колледжінің мұғалімімін. Әуе тасымалдаулар ұйымдастыру. Бүгінгі сабағымыздың жоспары салық дегеніміз не? Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Бухгалтериядағы салық есебінің рөлі, салықтардың негізгі түрлері және де салық бұзушылықтары мен жауапкершілік. Салық дегеніміз не? Салық бұл мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі. Ол заңды және жеке тұлғалардың мемлекетке төлейтін міндетті төлемі болып табылады. Салық арқылы әлеуметтік бағдарламалар қаржыландырылады, инфрақұрылым дамиды. Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі. Қазақстан Республикасында салықтар мен алымдар салық кодексімен реттеледі. Салық жүйесі 3 деңгейлі болып келеді, яғни республикалық салықтар, жергілікті салықтар және міндетті төлемдер. Салықтарды мемлекеттік кірістер комитеті қабылдайды және де бақылайды. Бухгалтериядағы салық есебінің рөлі. Бухгалтер салық есептерін уақытылы әрі дәл жүргізуге жауапты. Ол салық алынатын базаны есептейді, құжаттар мен шот фактураларды рәсімдейді және де электронды түрде есептілікті тапсырады. Салықтардың негізгі түрлері. Бізде салықтардың екі түрі болады, ол бізде тікелей салықтар және де жанама салықтар. Тікелей салықтар табыс немесе мүлікке байланысты алынады, яғни ЖТС, КТС және де мүлік салығы. Ал жанама салықтар тұтыну арқылы төленеді, ККС және де акциздер. Салық ЖТС және ККС болып бөлінеді. Бұл бізде ЖТС дегеніміз жеке табыс салығы, яғни қызметкерлердің айлық табысынан 10% мөлшерінде ұсталады. Салықты жалақы есептеу кезінде есептеп, бюджетке аударады. Ал ККС дегеніміз қосылған құн салығы. Жанама салық, сол жанама салықтың ставкасы бізде 12%. Оны заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер төлейді. Бұл салық тауарлар мен қызметтер құнына қосылады. Бухгалтер шот фактуралар арқылы қосылған құн салықтың көлемін нақтылап отырады. Салық КТС, яғни корпоративтік табыс салығы. Бұл бізде заңды тұлғалардың таза табысынан 20% мөлшерінде есептелетін тікелей салық. Жыл қорытындысы бойынша декларация арқылы тапсырылады. Бухгалтер бұл салықты есептеу үшін қаржылық есептілік жүргізеді. Салық бұзушылықтары мен жауапкершілік. Салық уақытында төленбесе немесе бұрмаланса, бұл айыппұл, өсімпұл және де әкімшілік жауапкершілікке жүктеледі. Сондықтан бухгалтер заң талаптарын қатаң ұстануы қажет. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.